Асыл әкеге арналған естелік. Әр адамның өмірі бір тарих, ал кейбір адамдардың өмірі ұрпағына өнеге болатын үлкен мектеп. Бүгін біз өмірден ерте өтсе де жүрегімізден ешқашан өшпейтін асыл жанды әкеміз Сыйдықұлы Сатқанбайды еске алу үшін жиналып отырмыз. Әкеміз үшін отбасы әрдайым бірінші орында болды. Ол бізге тек әкелік қамқорлық емес, өмірлік бағыт бағдар сыйлады. Ешкімнің ала жібін аттамаңдар, өздеріңе сеніңдер, ешкімге қиянат жасамаңдар. Осы үш аманат бүгінде біздің өмірлік ұстанымымыз. Әкеміз тек өз отбасының ғана емес, туған туыстың, жора жолдастың, әріптестің, құда жекжаттың арасында да ерекше сый құрметке ие болды. Қиындық көрген жанға сүйеніш болды, көмек сұраған адамға қол ұшын созды. Жақсылық жасауды міндет емес, адамдық парыз деп білді. Сондықтан да оның артында жақсы сөз, жылы естелік, құрмет пен сағыныш қалды. Қымбатты менің бөлелерім, сіздердің әкелеріңіз, немерелердің атасы Сатқанбай Сыйдықұлы ел ортасында, ағайын арасында сыйлы адам болған. Ақ көңіл, қонақ жай, аузын ашса көкірегі көрінетін, біз бәріміз оны жақсы көретінбіз. Арасында онымен жездеде ойнайтынбыз. Сатқанбай ағамыз бен Әсима апамыз өзінің ұрпақтарын ағайын туманы сыйлауға, соларға құрмет көрсетуге тәрбиелеген. Оның басты көрінісі апамыздың жаңағы өзінің жары, жолдасы Сәкенді қалай құрметтегенінде. Малға шығарда атын өрістен әкеліп, ерттеп, отағасының шайын беріп, жүгенінен ұстап тұрып, аттандырып жіберетін. Ал өрістен малға айтқанда, апам малдың алдынан астауды толтырып, малды суаруды өз міндетіне алатын. Сәкен үйдің жанына келіп, аттан түсіп, атты қазыққа байлап үйге өріп кететұғын. Ол атты да жайғайтын жаңа біздің апамыз еді. Бұл кісі өте бір қызақай адам болды. Түрлі әшекей заттарға, сағаттарға қызығатын. Көп адамдар, көп ағайын тумалар білет, ол сағат ауыстырудың қас шебері. Мына сағатың маған беш, менікін саған берем деп ауыстырып алатын. Сондай бір нәрселерге қызыққыш. Бірде біздер енді жақсы араласып тұрдық, біздің үйлерімізге келеді. Бірде біздің үйдің отағасы кішкентай балаларымыз кішкентай болды. Сол кішкентай кезінде бір кішкентай ойыншық, ара, сүргі, тағы не, сондай бір құрылыстың құралдарын алып келіп, сол құралдың ішінен бәрі кішкентай араға осы қызықты да қалды. Мына араны алайыншы мен, мына араны алайыншы. Сонымен сол араны, сол балалардың ойыншығы ғой енді былай, бірақ соған қызығып, ол сондай қызыққыш адам еді. Енді онымен біз ойнайтынбыз. Бірде мынандай бір жағдай болды. Жұбан ақа деген ағамызбенен көрші тұрды ол кісілер. Сол Жұбан ақамның бір кішкентай жиені дүниеге келіп, сол жиенді бесікке салдық. Соған ас ішілді, шай ішілді, жаңа шілдеқана болды. Шай мен астың ортасында енді аздап карта ойнаймыз ғой енді. Карта ойнап отырмыз. Сосын бізден енді кішкене ұтып алды ол. Ол кезде әлгі Совет үкіметінің қызыл қолақ 1 сомдары, 3 сомдары, 5 сомдары ғой. Сол білмеймін енді қанша ұтқан, бір 10 шақты сом ақша ұтқан болар. Әлгі мәз болып, ақша ұтқанына өзінің мәз болып, несінің костюмінің қалтасына салды да, костюмді диванның үстіне сүйеп қойды былай. Іліп қойды. Сосын тамақ келді, тамақ келгесін өлең айтып жатырмыз енді арасында. О, Сәкен өлеңді ән қыпты, Алтайдың әр жағынан келген ару деп. Содан
мен айтамын, тағайынша дауысың күшті екен, мен саған спонсор боламын десем, мына картадан ұтқан ақшасы енді әлі аздау болып тұр, енді мен енді ақша алғысы келіп тұр. Соған тағы өлең айтты. Сосын мен жаңағы тұрған костюмнің қалтасындағы ұтып алған ақшасын шетінен алып, міне берем деп берем. Тағы бересің бе? Тағы берем деймін. Сөйтіп өзінің ақшасын, картадан ұтып алған ақшасын өзіне спонсор болып, содан мен бүгін дейтін картадан ұттым, еще мен дейтін спонсор болып маған мына қарындасым дейді мені. Мен болмаймын, қайдағы қарындас деп, апамды алып отырсың деп. Соны сөйтсек, менен гөрі жолдасы жақын ғой, Сәкеңе, қойшай, дым да білмейсің, аңқаусың, сенің өз ақшаны өзіңе беріп отыр деп апам сол жерде айтып қойды. Көріп отырған елдің барлығы. Сондай бір тамаша, ештеңеге ашуланбайтын, терісі кең адам болды. Енді біздер шет жағасын көрдік, ол кісі жауырыны жерге тимеген палуан. Күрес додасында күреске түсіп, сол өзінің белдескен адамдарын үнемі жеңіспенен жеңіп шығатын қасиеті бар еді. Ел ішінде ол кісі туралы айтылатын әңгімелер көп, және оны бір әзілге, бір жақсы жағдайға теңеп айтады. Сәрсенғали деген құдалар бар Азғырда, Азғыр ауылында. Бұл енді алғанды жақсы көріп тұрады Сатқанбай. Соны бір күні Сатқанбай далада қой бағып жүрген көрінеді, ана кісі бағыттан келтірген көрінеді, жаңа Сәрсенғали деген ферманың машинасына дейді. Сосын бұрылып машинаға неге барып, Сәкеңе барып мал бағып тұрған. Апырмай, Сәке, жаңа мен бензин жасап шығып едім, артықтау құйып қойып тұрмын, бензинім төгіліп жатыр, ұтыс жоқ па, құйып алатын десе, мына кісі дейтін, апырмай, сен өзіңде жоқ па? Қап, менде жоқ, аллай деймін. Жаңағы бензинді құйып алмағанына қайран қалып, сөйтіп жатқан көреді. Ол ана кісі не қылар екен деп айтып тұр ғой, ол бензин артып құймаған ғой. Кәшен дейміз, жаңа Сәрсенғали құда сөйтіп. Осындай әзіл әңгімелер көп. Оның Зейнулла дейтін бажасы болды, менің әкем бажасы болды. Менің әкем кезінде ол жастау болдық, олардың қалай ойнаған әзілдескендерін білмеймін, бірақ жаңағы Сатқанбай бажасымен әзілі жарасып, өздері бір сыйласып жүргенінің куәсі болдым. Совхозда еңбек етті, жылқы бақты, қой бақты, балаларын өсірді, балаларына енді немерелерін көрді, көпшілігін. Солардың өсіп-өнгенін жақсы көрді. Біздер тұрмыс құрғаннан кейін біздерге үй жоқ қой енді. Соған біздер Сатқанбайдың бір үйі болды, бағыттың басында. Сол үйде тұрдық. Талай уақыт сол үйде тұрып, совхоз үй бергенше біз сол Сәкеңнің үйін паналадық, жолдасымыз екеуміз. Енді мынандай етіп ас беріп, 90 жасқа толуына орай, енді 100 жасқа да бір 10 жыл ғой қалған дей тұрғанмен, мына 90 жасын дәл келіп тұр ғой деп тойлап ұлғылап жатқан, садақа беріп, Құран оқытып жатқан ұрпақтарына көп рахмет. Алланың нұры жаусын, ата бабалары қоршап, қордап жүрсін. Енді Әсима анамызды айтатын болсақ, ол кісі қайратты адам болды, өте еңбекқор адам болды. Жүріп баратырып, ұршығын үйіріп, қайтып келатырып, тезегін теріп келататын. Шағын ғана малынан қанша түрлі тамақ жасайтын еді олар. Бұл қыздар өте еңбекқор адамдар болды. Менің шешем, Әсим апам, Мерует апам, олардың барлығы өте бір ұқыпты, ұқсатымды, шебер, қолдарынан, он саусақтарынан өнер тамған адамдар болды. Енді біз олардың осы ұрпақтарының өскеніне, өнгеніне қуанамыз, барлықтарына бақыт тілейміз, еңбектерінде табыс болсын, дендері сау болсын, осы істеп жатқан әрекеттерінің барлығы Алланың назарында болсын, сауапты жұмыстары болсын деп тілейміз. Кейбір немерелері Сәкеңнің өзіне тартқан,
осы кімде Жексенбайда бір бала бар, Роберт деген. Ол сол сәкеңе тартқан. Тағы бір қызы бар оның, Рима деген. Жаңағы әжесіне тартқан. Серік бөлеміздің Аманжол баласы да сол сәкеңе тартқан өнер иесі. Бүгінгі беріп жатқан мынау істеріңіз сауапты болсын, дендеріңіз сау жүрсін, ата бабаларыңызды ұмытпай, осы өз жеткіншектеріңе, өздеріңнің ұрпақтарына үнемі таныстырып отыру өте бір үлкен көрегендіктің, ата көргендіктің жолы деп есептеймін. Көп рахмет. Оған мағанда немересің, бақытты бол. Енді өнерден ол енді жаңа біреулер айтып жатыр ғой, енді нағашы жұртында да бар өнер. Біздің жұртта да құр емес енді. Бар ғой. Айтатындар. Оны анаған тартты, мынаған тартты демей-ақ қояйық. Бақытты бол, өнерің өсіне берсін. Алда уақытта кәдімгі оқуыңды бітіріп, бақытты, жақсы бол, жасық айтпа, батыл айтпа, бақытты бол. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Осы жайылып жатқан ақ дастарханға нағашы атамыздың садақасына қош келдіңіз. Садақа қабыл болсын, Аллах тағала қабыл етсін. Нағашы атамның жатқан жері жарық болсын, топырағы торқа болсын, жаны жәннатта болсын. Есімдегі бір екі оқиғам бар. 6 жасымда қырға баратын тұғым. Балғұдықтың ар жағында бір 60 километр дей ма, сондай ара қашықтықта қыр болатындығын, бір үй, жалғыз құмның арасында, далада, сосын қасында тағы бір 2-3 үй болатындығын. Сол жерге 6 жасымда барып, бірінші ауылға барған кезім ғой, атқа үйреніп, атқа үйрететіндігін отырғызды, үйренеді деді. Әже қарап қояды, анда-санда бәрі дұрыс па деп, ата айтады, қысылма, бәрі нормально болады деп. Сөйтіп үйрендік, атқа мініп, қой бағып, сол жерде түнде сыртта ұйықтап, аспанға қарап, жұлдыздарды қарап, түрлі нәрселер ұшады. Сол бір жадымда қалған, есімде қалған бір үлкен оқиғалардың бірі болып саналады, өзім сөйтіп ойлаймын. Сосын бір оқиға болды, енді кешке таман ұйықтардың алдында аяғына массаж жасаймын да, атаның. Аяғына массаж жасаймын, аяқпен тұрам кәдімгідей. Аяқпен басам, қолмен жасаймын. Бірақ көбінесе енді 6 жаста ондай ауыр емес, аяқта жасайтын тұғым ғой. Сосын ата айтады, мә жақсы жасайсың массажды, саған не берейін деп. Мен сосын барып ойланып тұрдым да, оларда бір үлкен бір не болатындығын, сиыр, алошка деп аталады. Алошканы бер деймін ғой. Ол деген нені сүтті, қаймақты ең көп беретін 2 бұзауы бар, сондай бір үлкен сиыр еді. Мә, неге сиыр сұрап алады? Оны неге обязательно алошка ма? Неге именно алошка деп айтып жатыр ғой енді. Мен сонда айтамын да оған, сонда аяғынан алошка артық па деп. Соны бір күліп еске аламыз да, себебі енді. Ол кішкентай кезімдегі айтқан нәрсе, содан кейін түрлі қонақтықтарда айтылады осында, сосын есіме қалып қойған бір оқиға. Енді Балғұдық ар жағында қыр өте сондай бір ыстық. Атаның тұлғасы да, әженің тұлғасы да сол жерде. Ата, әже мен ғой енді, басқа ешкім жоқ. Анда-санда кісілер келіп кетіп отырады, машинамен өткен кісілердің барлығы келеді де, былай оңға солға қарай кетіп қалады. Сол бір бұрышта біздің үйіміз болатындығын, сол жерге келіп шай ішеді, ата сосын барып қой сояды келген кісілерге, қой сойып сол жерден тамақтанып, астарын ішіп, ары қарай кетеді кісілер. Енді көбінесе білмеймін, Оралға қарай кете ма, қайда кететін, әйтеуір сол жақта. Ол жерде енді нелер де көп, түйелер де көп. Сол түйелерді бірінші көрген кезім үлкен түйелер ғой енді. Сосын екінші бір оқиғам бар. Ол мына неге малы шағынға, кіші шағынға көшіп келгеннен кейін қойларды бағатын еді. Аттың үстінде отырады бүйтіп тікірейіпші. Сол тұлға ата дегенде, нағашы ата дегенде сол тұлғаны есіме түседі. Үлкен ат, үлкен ата өзінің есімен отырып қой бағып келе жатыр.
салмақты, любой уақытта поддержка жасай алатын. Сосын Оралдан енді Малышанға келетін тұғым мен нағашы әжелерге, нағашы аталарға сол көріп кетейін деп, ол кезде Серік нағашыларда, Тимур нағашыларда барлығы сол бір үйде, бір үлкен үй болып, өзім сөйтіп көретін тұғым. Сосын өзім мен деген нелерді жақсы көретін тұғым негізі. Қазірде деген солай, мысықтарды жақсы көретін тұғым. Үйімде 2 мысығым бар еді мен. Негізі 3 мысық болды оның алдында, сосын 2-ке азайды, сол 2 мысықты өзімен бірге алатын тұғым. Келгенде каникул болады мектепте, сол 2 мысығымен келем, сонда ата отыр, сен неде отыр, мә, келдің ба деп, жақсы кел деп, сосын барып енді мен үлкен бір сумкамен келдім ғой, өзім киімім бар, арасында мысық жатыр, сосын ата ойлап жатыр да, не алып келдің деп Оралдан, сосын бір мысықты шығарам, мәс саған дейді, сосын 2-ші мысықты шығарам, мәс саған деп, сөйтіп сол бір сондай бір жағдайлар, күлкілі бір жағдайлар болатындығын. Сол атаны енді көбінесе осы немен еске аламыз, осындай бір тұлға ретінде есімізге сөйтіп алып отырамыз. Сол Аллах тағала алдынан жарылқасын, иманын дос қылсын, жатқан жері жарық болсын, топырағы торқа болсын. Аллах тағала пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның шапағатына бөлендірсін иншалла. Қабыл болсын, рахмет үлкен сіздерге. Алматыдан сәлем. Ассалаумағалейкум. Баршаңызға сәлем бердік. Бүгінгі Сидиховтардың беріп жатқан асы қабыл болсын, атамыздың жан жәннатта болсын, білмеген күнәларын Аллах тағалам кешірсін. Мен нағашы атамның көкілясымын. Атам мені еркелетіп көкіля деп айтатын, қоршақтай көретін мені. Сары қызының сары қызымын. Атам мен үшін өте негізі ата бізде кішкене қаталдау болатын ғой, бәрі сөйтіп айтатын, бірақ бізге келгенде ешқашан жоқ деп айтпайтын ғой. Әр уақытта атамызды алдында отыратын, тәттінің дәмдінің бәрін мен жейтінмін. Олар Малайчағанға көшіп келгеннен бастап барлық жалпы еркелігімізді, кез келген еркелігімізді көтеретін сондай атамыз болатын. Есімізде тек қана жақсы жағынан атамызды мені көкіля дейді, әселді резинка деп айтады. Ауылға сөйтіп қыдырып баратынбыз. Әрбір жазымыз, әрбір апта сайын баратынбыз ғой жалпы. Өте қызықты өтетін, атамыз бізді қатты еркелететін. Біздер енді ауылдан көшіп келген кезде, бұрынғы кезде ақшаны банкомат деген нәрсе болған жоқ, кассаға келіп алатын. Сол кезде банк біздің үйдің қасында болатын. Атам мен әже екеуі пенсия алуға келеді Оралға. Мен онда кішкентаймын, мен онда нештен бір 7-8-де болармын. Сонда айтам, ата маған деген пенсияда ақша бересіз ба деп. Сонда маған атам 100 теңге ма сондай береді, бірақ ол кезде 100 теңге ол біраз ақша болатын. Сол пенсиясынан ақшасын қиып, әр пенсиядан мен өзімнің долемді алып отыратын. Сонда тек қана жақсы нәрселер ғана қалды. Атамыз қайтыс болғанда мен 5 оқыдым. Барлығы есімде, сондай бір біраз уақыт өтті ғой, дегенмен де жүрегіңде саған жақын адамдар қалған кезде жалғым келіп жатыр. Жадымда тек қана жарқын бейнесі, оның жылы жүрегі, жылы сөздері еркелететіні ғана есімде қалды. Атамыздың тек жан жәннатта болсын. Әр уақытта жүрегімізде, әр уақытта сағынамыз, атамызды да, әжемізді де. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет, әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет, әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет, әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет, әке. Әкең деп айтатын анам, әке
әкем деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін рахмет өмір. Бар жоққа бөленбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін рахмет өмір. Әке, сізді әрдайым жақсы көреміз. Рухыңыз шат болсын, жаныңыз жәннатта болсын. Шүкір, әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Алла